шетелден келген базарлықтарымыз бар, соны киіндіріп мына қонақтарға таратады. Үлкен келін генералы әулеттің әспеттен түсінетін сөздің парқын қызым Сәлем салу ежелден салтым берем. Арымысыз Ақтау, Адай, қалқым. Ақырқара қабақтай, алдиярды батыр өткен. Біз киелі жетісудың жерінеміз. Берген жер алтауымыз, бір әулеттің келініміз. Әрқашан әппақ біздің бейіліміз. Абысының ақылшақтың көш басында, қадірлеген ардақты отбасында. Екіншіміз оларатты ұстазымыз. Ұсталмайтын даралыққа басқасына. Мынау жүннен жасалған осы біздің барлық бұйымдарымызды ешқандай ішінде сертификаты жоқ. Ене осы немізді сандыққа сала берейін. Сандыққа шетінен сала берейін, әйтпесе асықшы болады деді. Иә. Әжесінің еркесінен не қалаймыз? Мен өз қолыммен бешпетпен қажекендігі қызымызға өз қолыммен құрадым. Ертең бартақ жерге құралып кеткені өз ерке жанымызға бір шумақ бір өлеңіміз бар, соны арнап жіберсек. Ел қазақ қыздар қалғандаймыз. Жан-жақтағы ақжаулықта аналарымызды көріп, өсімізді көңілденіп отырмыз. Біздің елімізге Айнұр ханым келген уақытта бүкіл қазақ аналарын жинап, Павлодар өңірін бір жақсылыққа толтырып кеткендей болып еді. Соның есіміне осы Ақтауда жалғастырып отырмыз. Мынау қолөнері қазақ халқының қасиеті ғой. Қазақ аналарының ежелден келе жатқан дәстүрлі қолөнерімен айналысатын бізде тамаша аналарымыз жеткілікті. Қазіргі таңда 43 ана жас аналар. Мынау анам да қолөнерді шебер ана болған, көп балалы отбасында шыққан, 14 баланы тәрбиелеп өсірген ақжаулықты ана болды ол кісі. Менің олар нағашы әжем кезінде кеңес дәуірінде текемет жасаудан сырнақ тігуден кеңес дәуірінде ВДНХ-да алтын медаль алған. Біздің де текемет жасауды көріп өстім, сырнақ сыруды білем. Енді тартып өтіңіздер, Баянауылдан келген сәлем саулықты. Қабылдаңыздар.
қазіргі заманауи үлгідегі той шашу ретінде ұсынылатын біздер отбасымызда осындай абысын ажындар болып, ортамызда болған тойларда осындай той шашу жасайтын едік. Содан сіздерге де сый ретінде әкеліп отырмыз. Құрметті көрермендер, біз сіздерге мына қазақтың ұлттық қолөнері біздің абыз аналарымыздың қолынан шыққан арқан есуді көрсетейік деп тұрмыз. Өнерін ол үшін бізге әрине мына жерде кигізу керек, себебі арқанның бір үшін тіндерін кигізудің керегесінен өткізген болатын, соның ішіне мықтап байлау керек болатын. Енді абысынаңызды дінге ретінде пайдаланыңыз, айып етпеңіздер. Арқан есуді туралы, арқан туралы айта кетейінші. Мына арқан біздің қазақтың қолөнерінде күнделікті тіршілігінде өте кең қолданыста болған. Бұны қойдың жабағы жөнінен жылқының қылын қосып мықты болу үшін 3 түнді 5 түнді қылып ескен. Ол үшін жүнді жақсылап түтіп, оған жылқының қылын қосып, міне бұлай 3 түнді қылып, мына біздің дайындалғанымыз шүйке, осылар ұзынды болған сайын бұл түн деп аталады. Арқанның жуандығына байланысты ол түнде арқанымыз 3 түнді арқан, 5 түнді арқан болады. Біздің мына бір жаққа қарай бір ырғақпен есіп дымдап отырып ескеніміз, бұл септеу әдісі дейді. Аспаннан тіліп қас барқан дегенде бар, елдірден бұлғарыдан кесіп тілген тілме арқан деген бар. Сол сияқты нағыз таза жүннен түрлері өте көп. Заманауи кез келген үйде жер үй болсын, этажка болсын, кез келген жерге тіпті балабақшаға да қолдануға болады. Hoş geldiniz. Bizim Toljan Buluncan Durulabilir.
Үнісі жақсы қандайдай, айтқанын тілді алғайдай. Ақыл менен нәрсе істеп, ертеңге күйге салмайдай. Осының бәрі сыйлайтын едік, қарсы алсаңыздар. Сонымен бірінші қатысушымыз Ақтөбе облысы. Қиындай жағдайда болып жатыр. Қазір заман сондай. Бәрі істеуге болады. Анашы, мен қазір міне сізге өте дәмді тамақ. Туабітті аутизм деген бар. Және де қолдан жасалған аутизм деген ауру қазір Осы кезең бойынша интернетте Генераловсыз қабылдасыз қоямын сен. Сәлем беріп генераловсың. Генерал көп жасап ақты болыңдар, ұлтаңдар. Осы сәлемді де онлайн салғанға кейде бір өкініп жіберіңіздерші. Біздің үйге қайныларының жақында туған күні екенін ұмытқан жоқсыздар ма? Соған не жасасам екен деп ойланып отырмақсыңдар. Ой, сол да сөз болып па? Интернетте не көп? Сататын тауар көп. Онлайн сатып бере салмаймыз ба тегі? Ал, кеттік онда! Интернеттің мәлімет, пайдасы мен зияны. Бұл бір әлем қарасаң, өзі сондай қиялды. Бейшінің несін қарасам, ол жан көзі ғой ойба. Көз алмайды ғой интернеттен. Не болды? Bir қарасашы немесе. Менің саған айтатын сырым осы. Сен оны кішкентай тәм ішіңді қойды. Есіктен бері шықпай жатып немене? Үлкендік жолымен сөз айтып жатыр сендерде. Ең басты, өзіміздің қазақ еліміздің салт дәстүрін, көнеден келе жатқан киімі бар, тағамдары бар. Тағы да басқа рухани байлықтардың барлығын осы біз ұрпағымызға насихаттасақ, сонда біздің ұрпағымыз осы интернеттен арылады деген ойдамыз.